Қазақта ұлдың ойығы, қыздың қиығы жоқ дейтін сөз бар. Бұл сөздің тікелей келін мен күйеу балаға қатысы бар екенін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Қазақта шаңыраққа түскен келін мен күйеу баланы жатсыну, бөлектеу, адам есебіне санамау әлі күнге қалмай келеді. Осы бір жаман әдетті мен көкірегі көрсоқыр надандардың ісі деп айтар едім. Біреудің алақанға салып әлпештеген баласын кемсітуге, оны адам есебіне санамай, оның ойы мен пікірімен санаспауға ешкімнің қақысы жоқ. Келін, ол сенің балаңның жан-жары, немереңнің анасы, ұрпағыңды көбейтуші болса, күйеу балаң қызыңның өмірлік қосағы, өрісінің егесі, жиеніңнің әкесі, яғни олар да өз балаң екенін ұмытпағаның дұрыс деп айтар едім. Бұрын ауыл үй арасында не болмаса үлкенді кішілі той-томалақта ауыл адамдары бас қоса қалса, бір-бірімен қауқылдасып, мәре-сәре боп, өткен-кеткенді айтып, әзілдесіп, әңгіме-дүкен құрып отырушы еді. Ал қазірше жасы бар, кәрісі бар, қолдарында бір-бір телефон, соған шұқшиып, ешкімнің ешкіммен ісі жоқ. Сол жерге телефон қарау үшін келгендей, өзімен өзі ауыздарын буған өгіздей боп отыратыны ащы болса да шындық. Қазақта айтады, балық басынан шіриді деп. Сол айтқандай басымыздан шіріп кетпедік пе ағайын? Қалай ойлайсыз? Қарттарымыздың өзі телефонға тәуелді боп қалғанда, қалғанымызға өкпелеудің де өзі артығы осы. Ақыл айтар жаста телефонның құлы боп, қазақшылығымызды ұмытып бара жатқан жоқпыз ба? Қазақта айтады, баланы патшаңдай сыйла, құлыңдай жұмса деп. Бұл дегенің балаңды бақ, ішіндір, киіндір, мұқтажын алып бер, оқыт-тоқыт, бірақ тым асыра деген жасама. Тәрбиеле, еңбекке баулы, бетімен жіберме деген сөз. Баланың саналы болуы ата-ана алдымен өзімізге байланысты. Ерке деп дегенін жасай берсең, ол бара-бара басыңа шығады. Одан кейін оны тәрбиелеу оңайға түспейді. Сондықтан баланы бесігінен бастап жібере тартып тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын. Балаға тым қатал да, тым жұмсақ та болмаған дұрыс. Не ексең, соны орасың деген. Балаға қалай тәрбие берсең, соның жемісін айналып келіп, өзің жейсің. Осыны есіңізде сақтаңыз. Қазақта анасын көріп, қызын ал, ыдысын көріп, асын іш дейтін мағыналы мақал бар. Бұл мақалдың ұл-қыз тәрбиелеп отырған аналар туралы екені белгілі. Біз аналар қыздарымызды алақанға салып, аялап, басынан құс ұшырмай, маңдайына шаң тигізбей, үкілеп өсіреміз. Қыз қонақ дейміз, бірақ сол қонақтарымызды өзге босағаның бағы болуға үйретіп, дайындап жатырмыз ба? Жоқ десе де болады-ау. Өйткені қазіргі қыздарымыз босаға аттауды білгенмен, сол босағаға тастай батып, судай сіңе алмай жатыр. Себебі өзге үйдің тұрмыс тіршілігіне, отбасылық өмірге дайын емес. Сондықтан барлық аналарға айтарым, қызды әлпештеңдер, аялаңдар, бірақ отанасы болуға, отбасылық өмірдің қыр-сырын біліп, ошақтың ұйытқысы болуға дайындаңдар дер едім. Адамды жексұрын ететін жаман қасиеттердің бірі өзімшілдік, эгоистік. Өзімшілдік адам тек қана өз басын ойлайды. Ол жанындағы басқа адамдарға бас ауыртпайды, айналасындағылармен тіпті санаспайды да. Ондай адамдар тіпті жанұясына да бас ауыртпайды. Денім сау болса, қалтамда ақшам болса, ішіп жеп қыдырып күн өткізсем болды деп ойлайды. Өз басым ондай адамдарды нағыз безбүйрек, қатыгездер деп айтар едім. Ақырет күнінде нағыз сұралатындардың бірі осы өзімшілдер. Өйткені олар тек өз құлқындарының құлы, өзін ғана жақсы көріп, өзі үшін ғана өмір сүріп, өзім деп өмірден өтеді. Сондықтан өзімшіл болма, өзіңді қалай көрсең, өзгені де солай көрген дұрыс дер едім. Өйткені Алланың қалауы солай. Шариғатта қарыз беру садақа бергеннен де абзалырақ деп айтылады екен. Садақаны кез келген жағдайы жақсы не жаман адам алуы мүмкін. Ал қарызды тек қиналып, мұқтаж боп тұрған адам ғана сұрайды. Егер жағдайыңыз жақсы боп, алдыңызға қиналып, қарыз сұрап адам келетін болса, онда алақанын құр қайтармағаныңыз дұрыс. Аямаңыз, сараңдық қылмаңыз, беріңіз. Өйткені сол берген қарызыңыздың қайтарымымен бірге сізге алғыс, сауап және хайыры келеді. Шын мұқтаж боп тұрған адамға қол ұшын беру, көмектесу үлкен сауапты іс. Берген қарызыңыз уақытында қайтарылмай жатса, ренжімеңіз.
Өйткені берген қарызыңыздың сауабы мен хайыры Алладан еселеп қайтары сөзсіз. Тек қана үстеме, яғни процент қоспау керектігін есте сақтаңыз. Егер сізді біреулер орынсыз жазғырып, кінәліге санаса, ешқашанда ешкімнің алдында ақталып, әуре болмаңыз. Сізді қаралайтын адам, сіз қанша жерден ақталып, таза боламын десеңіз де бәрібір сізге күйе жағады. Сіздің айтпағаныңызды айтты, жасамағаныңызды жасады деп қылады. Сіз оған қайғырмаңыз, уайымдамаңыз, түк болмағандай, түк естімегендей кейіпте салқын қанды боп жүре беріңіз. Себебі сіздің таза, ақ екеніңізді Алла біледі, көреді. Сіз шынымен Алланың алдында ақ болсаңыз, сізге ешқандай күйе жоқпайды. Өйткені сіз тазасыз. Сізді қаралағандар Алланың алдында күнәһар, ғайбатшылар боп, күнәға белшесінен бататын болады. Сондықтан пенденің емес, ақыретте Алланың алдында ақталып, ақ болуға амал етіңіз деп айтар едім. Қазақта мынадай бір сөз бар. Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме деген. Я, шынында солай. Егер сені жүрген ортаң немесе жақындарың сыйламаса, құрметтемесе, оларға өкпелеудің түк те қажеті жоқ. Өйткені сен соған лайықты болғаның. Егер адам өзінің орнын біліп, жасың үлкен болса, ақылды іс жасап, кіші болсаң, кішіпейілдігіңді көрсетіп жүрмесең, менің мінезім осындай екен деп, жөн-жосықсыз мінезіңді көрсетіп, кез келген нәрсеге бола ашуланып, сөз істеріп, мінез көрсете берсең, әрине айналандағылар сыйлаудан, сені адам есебіне қосудан қалады. Өзің адам сыйлауға тұрар қылығың болмаса, кімге өкпелейсің? Міне сондықтан менікі дұрысқа салынбай, айналамыздағылармен де санасып жүрейік, өз мінезімізді түзетейік. Қазақта ағасы бардың жағасы, інісі бардың тынысы бар дейді. Қазіргі бір әке шешеден туған ағалы інілер осы сөзге лайықты ма? Қалай ойлайсыз? Меніңше лайықты емес. Бұрынғы ағалар әкең жоқ болса, әке орнына әке бола алатын еді. Өзінен кіші бауырларын қамқорлап, өз қолын өз аузына жеткізетін еді. Бұрынғы ағасы бар адам арқасын тамға сүйгендей боп, жағасы жайлау боп жүретін. Қазірше ағадан да ініден де қадір кетті. Аға ініні адам деп, іні ағаны аға деп есептемейтін жағдайға жетті. Аға ініге ақыл айтпас түгілі сөз өтпейтін болды. Неге? Өйткені адамнан сыйластық кетті, бауырмалдық жоғалды, мейірім қашты, қатыгездік жайлап, жүрек қарайды. Иманға кел, Алланың алдында баратындарыңды ұмытпаңдар. Алланың жаратқан әр пендесінің әр қайсысы жеке тұлға, жеке өмірі, Алланың әр қайсының маңдайына жазған өз тағдыры бар. Әлеуметтік желілерді қарап отырсам, адамдар өнер адамдарын, қарапайым адамдарды ғайбаттап, жеке өмірлеріне бас сұғып, сынап мінеп жатады. Меніңше ол дұрыс емес. Адам өз тағдырынан асып, ешқайда кетпейді. Ол оның жеке өмірі, оны тек Алла ғана өзгертіп, тура жолға сала алады. Мінсіз адам болмайды. Біреуді ғайбаттап күлмес бұрын, адам алдымен өз мінін көру керек. Өзінің жеке өміріне басқаның бас сұққанын қалай ма, қаламай ма, соны ойлау керек. Егер басқаның сенің өміріңе бас сұққанын қаламайтын болсаң, онда сен де бас сұқпа, өз өміріңмен өзің бол деп айтар едім. Біздің қазақта еркекке сенгенше екі босағаңа сен деген бір мәтелі бар. Сіз қалай ойлайсыз? Менің ойым мынау. Еркек түздің адамы. Еркек еңбек етіп, отбасын асыраушы. Еркекті Алла күн қатып, түн қатып, далада жүріп мал табуға, ошақ басты боп отырмауға жаратқан. Олар айлап, жылдап, апталап үй көрмей, отбасы, бала шағасын асырау үшін өз әйелдерінен жырақта жүретін болғандықтан айтылған мәтел деп есептеймін. Ал олардың жеке басына келгенде, ол өздерінің ар намысының шаруасы. Намысты ер алдымен өзінің, одан соң отбасының, әулетінің және жанына жанашырларының абыройын ойлайды. Міне сондықтан қазақтың кейбір нақыл сөздерін жақсы жағына қарай түсінсек, бір-бірімізге деген сенім мен сыйластықты жоғалтпас едік-ау. Қазақта түйенің үлкені көпірден таяқ жеттейтін бір мәтелі бар. Бұл мәтелдің мағынасын білесіз бе? Білмесеңіз ол мынау. Егер сіздің балаңыз, не болмаса жасы кіші бауырыңыз тентектік жасап, тура жолдан тайып, ұрлық жасаса, халық сізді кінәлайды. Неге дейсіз ғой?
Өйткені сіз артыңыздан ерген бауырыңызға, не болмаса балаңызға дұрыс өнеге, тәрбие, дұрыс жол көрсете білмегендігіңіз. Қандай жағдай болмасын, алдыңғы буын қандай болса, соңғы буын солардың салған ізімен, солардан көріп көкейіне түйгенімен, солардың үйреткенімен жүрері ақиқат қой. Егер сіз жақсы жол көрсете алмаған болсаңыз, халық әрине сізді кінәлайды. Міне, түйенің үлкені болу деген ізбасарларыңыз үшін сөз естіп, таяқ жеу деген осы емес пе? Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерде отырады дейді қазақта. Бұл сөзде көп мағына, үлкен бір тәрбиелік мән жатыр деп есептеймін. Біздің халық шақырғаннан қалма, шақырмағаннан қаш деп ұрпағына өнеге үйреткен халық қой. Шақырусыз барсаң, қадірің болмайды. Ойы балар орның болса да, ескерусіз көптің бірі боп қаласыз. Қонаққа барып, сыйың болмай, көңілің құлазып қайтқаннан жаман не бар дейсің. Сондықтан барыңша шақырмаған жерге баруға әуестенбеген дұрыс. Қазақта олақтан салақ жаман деген нақыл сөз бар. Бұл тазалық сақтамайтын, істеген ісінің басы бар, аяғы жоқ, тиянақсыз жандарға айтылған сөз. Ерлер үшін алған жары салақ болса, одан асқан қасірет бар ма? Шариғатта әйелі салақ үйден періште қашат десе, қазақта салақ үйден ас ішпе деп айтады екен. Бұдан шығатын қорытынды не? Тазалық денсаулық кепілі демекші. Таза болсаң денің сау, ішер асың адал, дастарханыңнан ырыс кетпейді екен. Ал салақтық кедейлікке апаратын тұп-тура жол екен. Салақ үйге бақыт та, береке де, несібе де, құт та дарымайды. Жын шайтанның да тұрағы сол салақ үй екенін біле жүрейік. Таза болайық, деніміз де, тәніміз де, жанымыз да таза болса, керемет емес пе? Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.